Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағаннан жақсы шығатын круассанның жасалу жолымен бөлісейін деп шештім. Бізге қажетті заттар: 250 грамм жылы су, 250 грамм жылы сүт, 2 жұмыртқа, қант, тұз, құрғақ ашытқы керек болады. Осылардың барлығын салып, араластырып, жылы жерге жауып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгенше. Ашытқымыз жақсы көтерілу керек. Осылай бетін жауып жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне 10-15 минут өтті. Енді осылай көтерілу керек. Үстіне 50 грамм сұйық май және бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақуызын саламын. Ал бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға алып қалдым. Осылай енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мен ұнымды алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне өткізіп тұрып салсаңыз да болады. Осылай бөліп салсаңыз, круассаныңыз жақсы көтерілетін болады. Осылай басында венчикпен араластырып алдым, кейін қолмен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді осындай жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Нандарыңыз жұмсақ болса, жақсы көтерілсе, круассандарыңыз да жақсы шығады. Описанияға рецептісін қалдырам, содан қарап жасап алсаңыздар болады. Міне осындай жұмсақ қамырымыз шықты. Енді осыны көтерілгенше қойып қоямыз. Міне нанымыз көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөліп, ысып майымызды жағып шығамыз. Мен осындай 6 бөліктерге бөліп алдым. Сіздер де кішігірім қылып бірнеше бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Үстіне кез келген сармай түрін қолдансаңыз болады. Мен бүгін пампушканы қолдандым. Алдын ала шығарып қоямыз. Сармайымызды үй температурасында жақсаңыздар жақсы болады. Ерітіп жақсаңыздар майыңыз ағып кетеді. Осылай барлық нанымызға жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Осылай барлығына жағып шығамыз. Міне осылай барлығына жағып шықтық. Достар, осы жерде соңғы нанымызға бетіне қоятын кезде сармай жақпаймыз. Мен мына жерде байқамай жағып жібергенмін. Осылай ысқан кезде кішкене кедергі келтіреді, сондықтан жақпаймыз. Осылай нанымызды жазып, үлкендеу қылып жазып алдық. Енді осындай бөліктерге бөліп, арасынан салмасын саламыз. Салмасына мен қайнатылған сгущенка салдым. Қалауыңызға қарай салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Осылай барлығын салып шықтым. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады.
міне осындай қылып круассанымызды жасап противнімізге салып алдым. Енді осыны 180 градуста пісіріп аламыз. Пештеріңізді қарап отырсаңыздар болады. Қатты қызып кетсе, менде пешім қатты қыздырады, соның өзінде кішкене қатты қызартып алдым. Міне осындай круассанымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіз. Парақшамда пайдалы, қажетті рецептерді тартып аламын десеңіздер, тіркеліп кетейік достар. Назарларыңызға рахмет.